Құрметті тыңдармандар, біз дұрыс сөйлеуге аудио бағдарлама циклын жалғастырамыз. Қонақта әлі Анар ханым. Анар ханым, енді әңгімемізді жалғастырсақ, есікті жабудың, мысалы, сіз бірнеше формасын, өтініштің білдірдіңіз, неге соншалықты көп? Бұл не себепті біз бірнеше формасын пайдаланамыз? Біреу жеткіліксіз ба сол кезде? Дұрыс, бұл өте бір қызық мәселе. Бұл барлық тілдерде де бар. Бұл сөйлеушінің дітін орындату үшін тілдік формалардың ішіндегі сол тыңдап тұрған адамға қатысын таңдап алу процесі. Бұны прагматика дейді. Біз мысалы ауызша сөз болсын, жазбаша сөз болсын, соның мәдениеті туралы айтқан кезде, бірінші кезекте осы прагматика деген құбылысты ескеруіміз керек. Сіз егер өзіңіздің дітіңізді орындатқыңыз келсе, ал енді сөйлеу деген, ол дітті орындату үшін жасалатын әрекет. Сөйлеу үшін жасалмайды. Сөйлеу дітті орындату үшін, мақсатына жету үшін жасалады. Яғни тыңдап тұрған адам сіздің айтқаныңызды істеу керек. Негізгі мақсат осы. Осыны ешқашан естен шығармау керек. Бірақ ол сіздің айтқаныңызды істеу үшін сіз оның деңгейіне түсуіңіз керек. Сіз оның мәртебесіне немесе көтерілуіңіз керек. Соны осындай құбылысты тілде прагматика дейді. Енді бір қызық қазақ тілі туралы жайтты айтайын, бір қызық жайтты. Орыс тілі мен қазақ тілін салыстырған кезде біздің тіл мәдениетінің мамандары екеуінің прагматикасының екі түрлі екенін анықтап отыр. Мысалы, енді орыс тілі сияқты басқа да тілдер бар. Олардың прагматикасы сөйлеушіге бағытталған. Яғни орыс тілінің формалары сөйлеушінің бүкіл эмоциясын, жай-күйін, жағдайын жеткізу үшін өте күшті әлеуетті. Ал қазақ тілінің прагматикасы тыңдарманға қарай бағытталған. Яғни тыңдаушының ерекшелігіне қарай көп формалар жинақталған. Мысалы, қазақ тілінде форманың көп болатында соған байланысты жаңағы бір ғана есікті жап дегенге қимылды орындату үшін біз неше түрлі форманы қолдандық. Қарап отырсаңыз, оның біреуі үлкен кісіге арналған, біреуі жас балаға арналған, біреуі сол үлкен кісінің ішінде өзің еркелеп, өзімсінетін адамға арналған, біреуі жаңа көрген адамға арналған, біреуі мәртебесінен жоғары адамға арналған, сөйтіп кете береді. Қарап отырсаңыз, прагматика деген ол күшті құрал. Ауызша сөйлеп тұрған адам осыны үнемі ескеріп тұру керек. Ол кімге сөйлеп тұрған ескеріп тұру керек. Мысалы, қазіргі кезде көп проблема тудырып жүрген қазақ мәтіндерінің оқыған кезде түсініксіз болады деген ескертпелер көп айтылады. Немесе қазақ сөзін тыңдаған кезде бізге түсініксіз деген ескертпелер көп айтылады. Солай емес пе? Сондағы ең бірінші мәселе ол сөйлеп тұрған адамның тыңдап тұрған адамды ойламауынан туындайды. Үнемі тыңдап тұрған адам бұны қалай қабылдайды екен? Оны бұл сөзді ол түсінеді ма? Түсінбесе оның тіліне жеткізіп сөйлеу керек. Мысалы, кішкентай балаға, 6 жасар балаға атомның не екенін сіз түсіндіріп бере аласыз ба, Нұрсұлтан? Өте қиын болады, сияқты түсіндіре алмаймын. Өте қиын. Оны түсіндіру үшін сіз прагматика деген нәрсені жақсылап білуіңіз керек. Яғни, ол үшін сіз баланың санасына саяхат жасауыңыз керек. Ол баланың санасында қандай ұғымдар, қандай сөздік қор бар, соны білуіңіз керек. Сонан кейін сол сөздік қордың ішіндегі атомды түсіндіруге қажеттілерін таңдап тауып алуыңыз керек. Ол былайша айтқанда бір жағынан шеберлік, екінші жағынан ол жай қарапайым адамның қолынан келмейтін нәрсе емес. Ол үшін тілімізді үнемі зерттеп, тілімізді үнемі үйренуді жетілдіріп отыру керек. Мен кішкентай бала емеспін, мысалы, маған түсіндіріп берсеңіз, атомнан басқа. Нұрсұлтан, саған атом түсіндірмей ақ қойын, сен өзің білесің ғой. Мысалы, мынандай бізде тілтанушылар арасында бір қызық оқиға болған. Бұрын кеңес үкіметі кезінде колхозшылар мен жұмысшылардың арасында қазақ тілін насихаттау, яғни қазақ тілінің өзін емес, қазақ тіл білімінің коммунистік партияның қолдауымен атқарылған тіл біліміндегі ғылыми жетістіктерді насихаттау мақсатында біздің институттың мамандарына сондай тапсырма берілген екен, колхозшыларға барып лекция оқу туралы, дәріс оқу туралы. Сөйтсек, біздің енді бір үлкен атақты ғалымымыз бір ауылға барып, колхозшылардың, жұмысшылардың алдына шығып алып, кәдімгі ғылыми тілмен соңғы кездердегі қазақ лингвистикасындағы жаңалықтар, қазақ лингвистикасындағы теориялық жаңа бағыттар туралы кәдімгі ғылыми лекция оқыған екен.
сөйтсе бірде-бір колхозшы, бірде-бір сауыншы ол кісіге бірде-бір сұрақ қоймаған екен. Міне бұл прагматиканы түсінбеуден болған бір келеңсіз күлкілі жағдайдың мысалы. Бізде көбіне көп айтады, қарапайым тілмен түсіндірсеңдер халық түсінеді деп айтып жатады ғой. Кез келген құбылысты түсіндіріп беруге тілдің әлеуеті жетеді. Мәселе сол сөйлеуші сол құралдарды дұрыс пайдалана алуында. Рахмет, Анар ханым. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы 2015 жыл.